Кайырлы кеш, ардақты ұстаздар. Жезқазған индустриялық-гуманитарлық колледжінің студенттері. Құрметті қонақтар мен оқушылар, Қазақстан Республикасының мекендеген сан ұлттар мен ұлыстар достығының олардың сүт түйған бірлігіне арналған бірліктің бастауы ынтымақ пен келісім тақырыбында салтанатты онлайн кешімізге қош келдіңіздер. Қазақстан халықтарының бірлік мерекесі құтты болсын. Мен биікпін, қазақпын, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлместей, айта бергім келеді, айта бергім. Иә, қазақ тарихында айтылар әңгіме көп. Соның бірі 1 мамыр Қазақстан Республикасының ұлттарының бірлігінің күніне арналған салтанатта айтылады. Еліміздегі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, айнымас достығы туралы студенттер мен өзіміздің ойларымызды, колледжіміздің пайдалы қазбаларды жер асты өңдеу тобының 1 курс студенттерімен ортаға салып көрейік. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық. Біз сияқты көпұлтты мекемелердің даму болашағының бір көзі Қазақстан халықтарының бірлігі екенін түсінеміз. Достықтың түбі тереңде жатыр. Елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдеріне атаулының кезінде құшақ қарсы алып, тату-тәтті өмір сүруге жағдай жасады. Ұлтаралық татулық арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы берекемізден бұзылмағай. Қазақстанда тұратын барша ұлт арасындағы айнымас достыққа сызат түспесе екен. 95 ұлтаралық татулық пен тұрақтылық феноменді Қазақстан ассамблеясы құрылды. Сол сияқты саясаты бөлек, тілі өзге болса да, кіндік қанымыз тамған мекеніміз. Біз үшін ыстық, қазақ өте қонақжай халық. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Ата-бабамыз ешкімді бөтенсіп сыртқа теппеген. Қонақтың өз несібесі бар деп, танымасын құдайы қонақ етіп, немесе көш аударғандарда көш ақысы құдай ақысы деп іргесіне қондырып қатты құрметтеген. Тілі бөлек болған менен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын. Татулығын жыра қосам ұлттардың, мақтан қалап ұлыстардың бірлігін. Қазақ жері қонақжай төрдің жері, қазақ елі қасақтай ердің елі. Толқынында тарихтың қуғын көрген, барша ұлтқа құт мекен болған еді. Сұғбаланда көп шеккен қасіретті, ұлт ұрпағы өнерлі өсиетті, риза көңіл менен елге деген арнайды барша халық ақ тілек. Мен солдаттың сол үшін шау жайлаған, ұлт атында жоқ енді дау жаймаған. Украин, Беларусь, орыспен азат етем жерімді жау жайлаған. Жақсы болсаң жасисың, әл кетеді, жақсы жолдас сүйеді, әлді кетеді. Орыс, өзбек, Украин, қырғыз, татар қосылады, көтеріп әндетеді. Қызылын қызғалдағын, қызыл алтын секілді ол қызғанда күн. Искеп тұрып сонымен бағын саймын, ол сөзге де жоқ және қызған бағын. Тамызықпын жолдасқа білтедеймін, жал құйырғын атының күлтелеймін. Өз үйімде тимеймін жоғыма да, жығылғанға жұдырық сілтемеймін. Мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қаракөз бір қыз бәлки, бөліп берген егізге уысынамын. Мен қазақпын, ол қазақ, қазақ орыс, қынапта құр қос қылыш атпас бүгін. Дүбірлесе емдаумен мен бірлесем, Пушкин білді қазақты сен білмесең. Қолыс тосып халықтар тұрды сапқа, қосыл қазақ бас қазақ нұрлы шаққа. Отан деген ұлы ана перзентісің, бауырларың өзіңмен бір құшақта. Қонақ келсе қымыз да бар, қазы да бар, құспек десе бүркіт те бар, тазы да бар. Жерге отырса көрпе мен жастық та бар, өзге десе езге де қазына бар. Мы дружной семьей живем в Казахстане. Татары, уйгуры и русские с нами. Это пуще крепнет во время веков дружба народов всех возрастов. Бірлігі келеді, тірлігі мерекелі. Ынтымақ жарасқан елдің шаңырағы биік болмақ. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді. Қазақстан мемлекеті көпұлтты мемлекет. Соның арқасында еңбектерінің жемісін көруде. Біздің елімізде әрбір ұлт өкілдері өз тілінде, дінін, салт-дәстүрін, мәдениетін сақтауға жағдай жасалған. Сонымен қатар әрбір халық өз мәдениетін, салт-дәстүрін,
ұлттық ертегісін, бесік жырын, аңызын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырады. Әр ұлт өкілдері бір үйдің баласындай бірлігі мен ынтымағы, туыстығы мен достығының жарасқан бақытты да жарқын болашақты өмір сүруге мақсат етуде. Қазақстан сияқты жас мемлекеттің өркендеуінің бір кепілі еліміздегі ынтымақтастық пен бейбіт сөз колледж басшысының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Шолпан Саятқызы Құрманаева беріледі. Бауырлас халықтардың салт дәстүрі, өнерін, мәдениеті күнделікті өмірімізге сіңісті болып кеткен. Ата-бабамыз сақтап келген ауыз бірлік пен ынтымақ бізден кейінгі ұрпақтар сақталуы керек. Сонда ғана елімізде бейбіт өмір, шат көңіл, жайқалған дала, гүлденген қала болмақшы. Елімізде тыныштық, бейбіт өмір деп сенбек тілейміз. Бүгінгі ашық сабақтарымыз заман талабына сәйкес онлайн тәрбие сағаты өтіп жоспарланып отыр деп есептеймін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Мереке Мамыр қазақстан халықтарының бірлігі күні жас астана.